Педро Алонсо Лопес Колумбияда, Эквадорда және Перуде 300-ден астам жас қызды өлтірді деп есептелетін колумбиялық педофил және сериялық өлтіруші. Оны көптеген адамдар әлемдегі ең танымал сериялық өлтірушілер мен зорлаушылардың бірі деп санайды. Осы күнге дейін ол бостандықта жүр деп болжануда. Лопестің анасы Бенилда жүзікші болған. Оның әкесі Медардо Рейес сол кезде басқа елге үйленген. Лопес 13 баланың жетіншісі болды. Рейес Лопес туылғанға дейін 6 ай бұрын бүлікші топ ол тұрған азық-түлік дүкеніне шабуыл жасап, атып өлтіріп кетеді. Бұл шабуыл Колумбиядағы Ла Виоленсия деп аталатын азаматтық соғыстың басында болды. Лопестің анасы өзін жақсы көретін және қомқор болатын мәлімдеді. Бірақ Лопес оның өсірген кезде қатыгез және қорлаушы болғанын айтты. Лопес сондай-ақ жас кезінен анасының клиенттермен жыныстық қатынасқа түсуін бақылайтынын және кейде оны ұрып соғуға мүмкіндік беретінін айтты. Ол 8 жаста болғанда Бенилда Лопесті кіші қарындасын қорлап жатқанында ұстайды. Нәтижесінде оны үйден қуып жібереді. Арада бірнеше күн өткен соң оны педофил тауып алып, ыстық тамақ пен төсек орын беремін деп азғырған. Керісінше ер адам оны қараусыз қалған үйге апарып, қайта құмартқан. Оқиғадан кейін ол қорғану үшін көшедегі балалар тобына қосылады. Сондай-ақ олар кокаиннен алынған есірткі түрі базука шегетін. 4 жыл көшеде жүріп аман қалған Лопесті американдық отбасы қабылдап, жетім балаларға арналған мектепте оқушы болады. Бірақ мұғалім оны қорлаған соң қашып кетеді. Лопес бір сөзінде: "Маған Эквадордағы қыздар ұнайды. Олар жұмсақ әрі сенімдірек және пәк. Бейтаныс адамдарға сенбейтін колумбиялық қыздар сияқты емес", дейді. Жас кезінде Лопес көліктерді ұрлап, оларды ақшаға айырбас ретінде жергілікті дүкендерге сата бастайды. Лопес 1969 жылы автокөлік ұрлығы үшін қамауға алынып, Богота қаласында 7 жылға бас бостандығынан айырылады. Жазасын өтегеннен кейін 2 күнде оны 3 тұтқын топтасып зорлайды. Бұл оқиға оны қатты күйзелтеді. Осыдан кейін Лопес зорлаушыларын аңдып, олардың барлығын өлтіреді. Өлтіру оған басқа тұтқындардың құрметіне ие болады. Олар ешқашан оны қайтадан алаңдатуға батылы бармайды. Және Колумбияның жергілікті әділет департаменті оның ісі өзін-өзі қорғау әрекеттері деп санады. Осы себепті оның бұрынғы жазасына 2 жыл ғана қосылады. 1978 жылы бостандыққа шыққаннан кейін Лопес дрейфке айналады. Және аптасына орта есеппен 3 жас қызды ұрлап, зорлап өлтіре бастайды. Бірде Перуде Лопес 9 жасар баланы үнді тайпасынан ұрламақ болады, бірақ ол әрекет үстінде ұсталады. Нәтижесінде Лопесті ұрып соғып, азаптап, мойнына дейін көміп тастаған жергілікті тұрғындар оның басына сироп құйып, оны құмырсқаларға тірідей жеуге мүмкіндік береді. Алайда американдық миссионер араласып, оны полицияға жеткізуге рұқсат бергенде ол аман қалады. Тайпа құлықсыз келісті, бірақ бейхабар миссионер оның орнына Лопесті Колумбия шекарасына барып тастайды. Сонда ол оны босатады. Содан кейін ол Колумбия мен Эквадор елдерін аралап, жол бойында көбірек қыздарды ұрлап өлтіре бастайды. 1979 жылы Эквадордың Амбото қаласына жақын жерде болған су тасқынынан кейін жоғалған 4 баланың денесі табылады. Бірнеше күннен кейін Лопес 12 жасар Мария Поведаны Амботадағы базардан ұрламақ болады. Бірақ анасы оны басқа елдердің көмегімен әрекет үстінде ұстап алған кезде сәтсіздікке ұшырайды. Лопесті полиция қызметкерлері құтқарып, оны жақсы адам және жүрегі таза деп айтып қамауға алып кетеді. Ұстау кезінде Лопес полицейлерге өзінің эквадорлық емес, колумбиялық дрейф екенін айтқанға дейін стандартты жауапқа тартылады. Содан кейін полиция лейтенанты оны ұрып соғып, Амбатодан қыздарды ұрлап әкететін топтың мүшесі деп айыптайды. Офицер оны мойындамаса өлтіремін деп қорқытты. Бірақ Лопес үндемей қалады. Осы кезде офицердің бастығы капитан Пастор Кардова бөлмеге кіріп, барлық полицейлерге кетуді бұйырады. Сөйтіп күдіктінің өзінен сыпайылықпен жауап алуды ұйғарады. Ол Лопеске тамақ пен темекі ұсынады және ұрлаушылар тобы туралы ақпаратты сұрамас бұрын оның денсаулығы мен сезімі туралы сұрайды. Лопес иығын көтеріп, бұл туралы ештеңе білмейтінін айтады. Капитан оған жоғалған қыздардың отбасылары оларды кім ұрлағанын табу үшін қатты қысым көріп жатқанын айтқан кезде, Лопес оған бір құрбанды қала сыртындағы кабинадан таба алатынын айтты. Полиция кабинаға барып,
ескі матрастың үстінде жатқан жалаңаш өлі денені табады. Ол жоғалған қыз Иванова Жакме екені анықталады. Кордова Лопестен қанша қызды өлтіргенін сұраған соң, Лопес жоғары қарап, Эквадорда 200-ден астам деп жауап береді. Лопес полицияны 30-дан астам зираттарға апарады. Бірақ оны өлтірген үшін айыпталатынын білгеннен кейін ол ынтымақтастықты тоқтатып, өзінің кінәсіздігін жариялайды. Тек Амботода барлығы 53 мәйіт табылады. Лопестің өлтірген адам саны 110 деп есептеледі. Бірақ кейбіреулер олардың жалпы саны 300-ден немесе одан да көп деп санайды. Лопес 1980 жылы кінәлі деп танылып, Эквадор заңы бойынша адам өлтірген үшін ең жоғары жаза ретінде 16 жылға бас бостандығынан айырылады. 1994 жылы 31 тамызда Лопес жақсы мінез құлқы үшін түрмеден босатылады. Бірақ бір сағаттан кейін ол заңсыз иммигрант ретінде тұтқындалып, Колумбияға депортацияланады. Лопес 1974 жылы Эквадор азаматтығын алғанын айтып, депортациясын тоқтатуға тырысты, бірақ ол бұл туралы ешқандай дәлел келтіре алмайды. Боготада Лопес медициналық тексеруден өткен кезде наразылық білдіріп, ашулы тобыр оны ұрлау ниетімен сыртқа жиналған болса да, босатуды талап етеді. Алайда Колумбияда ешкім Лопесті кісі өлтірді деп айыптаған емес. Оны әлі де босатпайтын билік Лопесті Эль-Эспинал қаласына көшіреді. Альба Санчес есімді жергілікті әйел сотта 1979 жылы ол Лопестің кішкентай қызбен көргенін, кейін оның денесі қала сыртында зорланғанын және тұншықтырып өлтірілгенін айтады. Бұл Лопестің Эквадордағы белгілі кісі өлтірулерімен бірдей болады да, қысқа сот талқылауынан кейін Лопес кінәлі деп танылады. Бірақ оның қорғаушысы оны алдымен психиатриялық сараптамадан өтуді талап етеді. Ол 1995 жылы есі дұрыс емес адам деп танылып, нәтижесінде түрмеге емес, психиатриялық ауруханаға жатқызылады. 1998 жылы жаңа бағалау оны есі дұрыс деп табады, және ол $50 кепілдікке және психиатриялық ем алуды жалғастыру, ай сайын полицияға хабарлау шартымен босатылады. Алайда ол екеуінде істемейді. Лопестің босатылғаны туралы хабар Эквадорда истерия тудырады. Оны осы уақытта елдің солтүстік бөлігінде көрдік деген қауесет тарайды. Бірақ бұл ешқашан расталмайды. 2002 жылы Колумбия полициясы Лопесті Эль-Эспиналдағы жаңа кісі өлтіру үшін қамауға алу туралы Интерпол бұйрығын шығарады. Түрлі қауесеттер оның Колумбияның Толим ауданында тұратынын айтады, және Богота қаласында үйсіз адам ретінде жүргенін, тіпті оның құрбандарының туыстары оны өлтірді деген нұсқалар бар.